Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қызылорда қаласы номер 11 мектеп лицейінің география пәнінің мұғалімі Сәбенова Ақмарал Қыдырбекқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы географиядағы сандық әдістер. Бүгінгі сабақта географиядағы сандық әдістердің түрлерін біліп, маңызымен танысасыздар, нақты мысалдар негізінде сандық әдістерді қолдануды үйренесіздер. Оқушылар, экранда берілген мәтіндерден қандай ерекшеліктер байқап тұрсыздар? Дұрыс айтасыздар. Алғашқы мәтінде мәлімет нақты, анық және сандармен берілген. Екінші мәтінде жалпылама берілген. Яғни, географияда сандық әдістердің маңызы өте зор. География ғылымында 1950 жылдардан бастап математикамен тығыз байланыса отырып, сандық әдістерді пайдаланудың маңызы артты. Географияда сандық зерттеу әдісі ғылыми дәлелденген ақпарат бере отырып, әлем бейнесін нақтылай түседі. Жыл сайын деректер саны арта түсетіндіктен, зерттеуді қажет ететін жүйелер қиындауда. Сандық әдіссіз деректерді өңдеу процесін ұсыну мүмкін емес. Сандық әдіс картографтар, геологтар, синоптиктер, топографтар, топырақтанушылар, экономикалық және саяси географтар, елтанушылар сияқты мамандардың зерттеу жұмысын жеңілдетеді. Сандық деректер географиялық нысандарды, үдерістер мен құбылыстарды дәл сипаттап, олардың өлшемдері, ауқымдары, мерзімдері туралы нақты мәлімет береді. Географиядағы сандық әдістер бірнеше түрге жіктеледі. Картометрия әдісі, бал әдісі, теңгерім әдісі және статистикалық әдіс. Картометрия әдісі мемлекет ауданын, мұхит, теңіздердің жағалаулық сызық ұзындықтарын, өзендердің ұзындығын, өзен алаптарының ауданын анықтаумен, жер бедерінің орташа биіктігін, орта бұрыш еңкіштігін, көлемі сияқты сандық сипаттамаларын есептеумен айналысады. Бал әдісі географиялық нысандар мен процестердің сандық бағасы, яғни адамзаттың даму нәтижесінде туындайтын салдарларға географиялық болжам жасайды. Мысалы, табиғи ресурстарды бағалайды, аумақтың табиғи ресурстық потенциалын бағалайды, халықтың табиғи өмір сүру жағдайын бағалайды. Теңгерім әдісі заттың кірісі мен шығысы, энергия және зат айналымы, қысымның, ауа температурасының, жауын-шашын мөлшерінің орташа айлық және орташа жылдық көрсеткіштерін, орманның радиациялық және жылу теңгерімін, гидрологияда су теңгерімі көрсеткіштерін нақты өлшеуге көмектеседі. Статистикалық әдіс. Статистикалық әдіс сандық әдістің негізі. Сандық әдістерде бастапқы көрсеткіштерді жинақтап, өңдеп және талдайды. Әлеуметтік және экономикалық география, халықтар географиясы толығымен статистикалық әдіс арқылы зерттеледі. Нысандарды сандық деректері бойынша топтастыру үшін рангтерге жіктеу әдісін пайдаланамыз. Бұл әдіс дүниежүзі елдерінің әртүрлі көрсеткіштер жиынтығы бойынша жасалынатын рейтингтерін құрастыруда қолданылады. Әдетте рейтинг бойынша топтастыру кезінде жоғары, орта және төменгі рангтер анықталады. Мысалы, әлем елдерінің туу коэффициенті бойынша топтарын анықтап көрейік. Ең алдымен статистикалық көрсеткіштер алынады. Осы тізбеден ең жоғары және ең төменгі көрсеткішті табамыз. Сосын формула бойынша топтардың айырмасын көрсетіп тұратын интервал анықталады. Мұндағы макс көрсеткіштің максимум шамасы, мин көрсеткіштің минимум шамасы, x интервал. Осы формула негізінде анықталған интервал шамамен 12,6-ға тең болады.
Енді интервалды қосу арқылы топтардың көрсеткіштерін анықтауға болады. Осылайша дүние жүзіндегі 195 елді туу коэффициенті бойынша 3 топқа бөлуге болады. Оқушылар, бүгінгі сабақтан географиядағы сандық әдістердің түрлерін білдіңіздер және маңызымен таныстыңыздар. Болашақта сандық әдістердің түрлерін өмірде қолдана аласыздар деп сенемін. Назарларыңызға рахмет.